Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалған котлетті пісіріп көрсетемін. Бізге қажетті заттар: тауық еті, панировочный сухари, ұн, 2 жұмыртқа, тұз, моцарелла керек, творожный сыр, азырақ май, паприка, қара бұрыш қажет. Енді біз бүтін тауықты аламыз. Осы тауықтың бізге төс еті, қалың еті қажет. Енді осы дайын болған тауық етін тұздаймыз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприкамен маринадтап қоямыз. Моцарелланы алып үккіштен өткіземіз. Дәл осылай зелінді тураймыз. Мен зелінге тек қана укроп, аскөкті ғана алдым. 2 бас чеснок қажет. Сары май, творожный сырды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Тауық етін қызып тұрған майға сыртын қызартып қуырып аламыз. Тауықты қуырып алдық. Енді духовкаға 160-180 градусқа 15 минут қойып аламыз. Біздің котлетіміз дайын. Ас болсын. Видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы видеоны тамашалағандарыңыз үшін рахмет сіздерге.